Ассалаумағалейкум, ел аман, жұрт тыныш болсын. Тамыздың 12-сі Жамбыл облысы Меркі ауданы Ербалаған шаруашылығына түсіруге келдім. Ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам, Абылай, қош келдім. Қазір ассалаумағалейкум. Қазір қошқарларын түсірем, тамашалап көріңіздер. Сатылатын ұрғашы, еркек қозылар болса, саулықтар болса, сұрап отырам ғой. Мынау император деген қошқар. Иә, бұл біздің император. Абдулла Шариповтан шыққан. Золотой деген қошқардың баласы. Прямой баласы, е? Прямой баласы. Жасы 3 жастан асты. Қазір 8-сті енді жарды. 8-сті ма? Аха, 8-сті жарды. Өте мощный қошқар. Керемет. Тазалық жағынан 5+ деп ойлаймын мен. В общем, конкретный қошқар. Е, әдемі. Басы да бәрі. Төлдерін көрдік әрене. Былтыр өзінің көргенін төлдерін. Бойы метр. Метр ма? Аха, құлақ 20+, бас қазан бас мынандай. Характері өте жесткий қошқар ғой. Көрдім қыстың күні, көрдім характерін. Не, мүмкіндік болса өлшеп көрсек аға. Өлшейік. Адамдар көбісі ойлайды кішкентай деп ше. Сол метр қойып көрсек дегенім ғой. Орын жоқ, былай келді. Кері қоямыз. Былай көрінетін шығар. Mana метр. Жасы 3-те дедіңіз, е? 3-те. Биыл қанша қойға қосылды? Биыл көбісіне самұрықты қостым да, биыл где-то бір 20-25 қойға қосылды. 20-25 қойға ма? Өзінің басқа, өзінің арналаған қыздары бар, соған қосылды тек қана. Қанша еркек, қанша ұрғашы төл алдыңыз биыл? Где-то бір 10-15 ұрғашы, где-то 10 еркек бар. Сатыла ма? Сатылатындары бар. Қазір видео түсіреміз оларды, е? Алла қаласа түсіріп береміз. Бағасын да сол сұрайын ба? Иә, бағасын сол жерден айтып беремін, братла. Шатасып кетпейтін. Иә, дұрыс. Ағаның қазір тағы да самұрық деген қошқары бар, 1-2 қошқары бар, қазір көрсетем ғой. Императорда сатылады. Сатыла ма? Бағасы келіп жатса сатылады, иә. Императорға 25 мың доллар сұрады. 25 мың доллар ма? 25 мың доллар дейді. Өте активный қошқар. Мынау екінші қошқар, самұрық па? Иә, бұл біздің самұрық. Красавчиктің линиясы. Чудағы Рахмағадан шыққан стариктің баласы. Қазір жасы? Өздерінің туған ағасы. Жасы 2-ден асты. Жасы 2-ден асты? 2-ден асты. Бульдозердің қалай? Бульдозердің туған ағасы ғой, старик деген Рахмағадан. Соның баласы. Соның баласы ма? Прямой баласы, е? Аха, прямой баласы. Қазір жасы қанша дедіңіз? 2-ден асты. 2-ден асты. Қойға қосылды биыл? Қойға биыл қосылды. Биыл осы императордың, былтыр императорға қосылған 110 қойға, соның жартысының көбісіне самұрық қосылды. Еркек ұрғашы төл алдыңыз ба бұдан? Бар, еркегі де, ұрғашы төлдері бар. Сатылады, е? Сатылады, Алла қаласа. Бағасы кесе? Бағасы кесе сатылады. Самұрықтың өзі ше? Самұрық та сатылады. Самұрық 3 миллион тарап жатыр, бағасы кесе саудасы бар. Өте мощный қошқар. Былтыр Абылай сен бұны көргенсің. Е. Жіңішкеде болатын. Е. Биыл қандай болған. Е. Алла қаласа 1-ден асты бойы Абылай. 1 метрден асып тұр ма қазір? 1-2-1-3 болып тұр ғой Абылай. Рас. Мына аяғы дұрыс тұрған жоқ, түзу емес. 1-2-1-3. 1-2-1-3. Ашин былай тастаған өзі. Е. Подорогын тастайтын болсаң, одан асып кетейін деп тұр ғой. Разрез бәрі мощный. Жем жемейді Абылай тоже. Өзі есемейді. Өте бейт. Разрез. Бас деген енді айтаман, бас. Костяқты көріңіздер. Костяк деген. Қол жетпейді. Машалла, керемет екен. Мықты. Қозыларын да көреміз ғой? Алла қаласа. Бұлай тұрса, мынақтан тұрса білмейтін шығар. Мықты. Төлдер көбейе берсін, аға? Өте мощный қошқар. Әдемі. Бұған тұсақтар ма, аға? Сауықтар ма? Сауықтар аға бұлай. Биыл бульдозердің баласы соған бір 4 қой қойған болатын. Пробникқа ше. Мына 1,5 жасар қошқар. Бульдозердің баласы Алибаба Шариповтан шыққан бульдозердің прямой баласы. Соған бір 4 қой қойған болатын. Солар Алла қаласа биыл уже күтіп жатырық. Міне деп.
біріншісі уже жақындап жатыр, желіндеп ақырындап. Мыналардың бәрін неғып үйде тұр деген ғой. Жоқ, бұлар кешен арны ярмарка болды ғой. Сол ярмарка көрсетілуге қалған тұсақтар келген болатын. А так мынау ол бульдозердің балалары үйде тұр. Төрт ұрғашыменші. Үйде төлдетіп, пробнигін үйден көрейін деп жатқан ғой. Мынау қара қойды көрдің ба? Ана бірі 4 айлық қозысы абылай. Соның ба? Императордың қозысы. Императордан түскен. Мынау қара қойды ке, 4 айлық қозы. 4 айлық. Аха, императордан түскен. Мықты екен. Бойы где-то 80 деп ойлаймын мен. Может, одан биік болатын шығар, может, төмен болады. 82, 80. Енді Алла қаласа қазір оны өлшеп қойып саламыз. Осы императордың қозысы биылғы. Анау шешесі императордан түскен. Аха. Биылғы бағана айтып отқан императордың төлі. Ұрғаш төлі. Ұрғаш төлі. 4 айлық. Шешесі ана қара қой. Аха. Тістері сау. 4 ай болып тұр дейсіз бе? 4 ай. 4 айдан сәл-пәл асып атқан шығар енді. Бойын көрсек. Бойын көрсетейін. 4 айлық қоз, ұрғаш. 81, 82 ма? 81, 82. Мен айтып бағана 81, 82 де. Мына костякты көрдің ба? Әлем екен, 4 айлық қоз ғой. 4 айдан асып қалды дедіңіз ғой, е? Иә, 4 айдан асып қалды. Құлақ. Мына кальцо. Кальцо. Мына алай кальцо. 20-21. 20-21. Осындай егізім тұрады. Мынау императордан қызы. Императордан түскен. Мынау артында жасыл краска тұр ғой. Ол да императордан түскен. Биылғы қозлар. Қайды көбі екеуі? 4 айлық қозлар. Мына екеуі ғой? Мына екеуі. Мынау қара қозы, мына екі ақ қозы. Үшеуі, е? Жақсы екен. Цветтерін көрдің ба? Әдемі айбат. Мына енді ерекше түскен қара қоз көрдің ба? Титаник. Шеше жағы ма? Шеше жағы мынау қара қой ғой. Шешесі кімнің қызы деген? Шешесі негізі Нұрматтан шыққан бұл. Нұрматтан? Нұрматтан шыққан. Негізі Нұрмат енді Йобаның қызлары деп айтады. Мен енді ол жағын точносын алмаймын. Шешесі Нұрматтан. Негізі бұл шешесімен бірге егесі бағасы келетін болса, шешесімен бірге сатылады. Бөлек сатылмайды. Бірге сатам дейсің бе? Иә. Бағасы? Бағасы где-то бір 3 миллиондай. 3 миллион теңге ма? 3 миллион. Сұрап отқан баға. Шешесімен бірге. Мына екі ұрғаш қозы ше? Енді ана қара қозыны көріп тұрсың ғой, 4 айлық болғанмен қазір 90 плюс болып тұр ғой, бұл уже 100%. Иә, өскен. Бұл ұрғаш қозыларда сатылады, где-то бір 500 мың теңге. Мына екеуін көріп тұрсың. Саудасы бар. Қазір ар жаққа барған кезде тағы көрсетемін императордың қыздары. Соларда. Содан кейін абылай мына көк сырғалар тұр ғой. Құлақтарында көк сырға. Ол былтырғы императордың қыздары. Тұсақтар. Әлі қашпаған. Әлі қашпаған, тоқтамаған. Сатыла ма? Сатылады. Қанша бас бір ондайда? Ондайдан где-то бір 5-10 бастай бар. 5-10 ба? Аха. Бағасы қанша болады? 500 мыңнан болады. 500 мың теңге деген, е? Саудасы бар. Саудасы бар. Кейбірлері тістерін енді ауыстырады. Мынау көрдің ба? Ар жағында тұр ғой. Сол ұтсақ, е? Бұл тіс ауыстырмаған. Мынау ғой? Мынау точно тісін ауыстырмаған алды. Қайсы? Мынау. Бұл точно тісін ауыстырмаған. Мынау бар, бұл саулық 2-3 туған, бұл да сатылады. Бұл да сатылады ма? Қалған бәрі, мынау ұстады. Ана біреу басы орты міне бейір қарады ғой, дәу қызыл ғой. Қоз жәнінде тұр. Мына Афганнан түскен қозы 2,5 айлық абылай мына қозы. Әкесі Афган басында? Әкесі Афган. Таза Афган бұлтыр чуда қоз түстен, екі түстен бірінші орын алған. Кімдегі ол? Параметрлардан да. Ол Афган кімде тұр? Ол Афган Қуанышта тұр бізде Мергеде. Мына 2,5 айлық, мына шешесі. Бұл да сатылады бағасы келсе. Шешесімен бірге ма? Өте биік қошқар болады, шешесімен бірге сатылады. Өзі бұлай сұрасашы? Өзі бұлай сұраса, енді 4 айға дейін ұстап берем. Разговор жоқ, бағасы келсе, келісеміз.
Ана императордың қызы көрдің бе? Ана жоғары жақта тұрады. Көрдім. Сырға мен. Былтыр. Иә. Планды сырғасы бар. Императордан түскен. Мына бульдозердің баласы былай. Аха. 1,5 жасар. Биыл мына пробникқа салып атын. Мынау қойды көрдің бе? Бұл таза Еділбай қой. Мен уже желіндек келатыр осыдан. Мына арық шет. Басында ағы бар. Таза бұл, чист таза қанды Еділбай қой. Қой Еділбай, е? Осыған қойдым, ар жақта анау биік 92 бойы. Ар жақта тұр ғой, ақ бурылау келген. Қаштан цвет. Вот соған қойдым, мына жерде тағы 2 қой бар, осы 4 қойды тоқтатты осы қошқар. Солардан күтіп жатыр. Мына уже желіндек келеді. Аналар кішкене бір, по-моему, жарты ай, 1 айға сол бар. Мына бульдозердің баласы. Кімнен шықты бұл? Бұл Алибабаның прямой қорасынан шықты. 1,5 жасар. Өте Алла қаласа мощный қошқар болады. 1,5 жасар дедіңіз. 1,5 жасар. Ойын өлшеп көрсек болады. На скидку вообще көрініп тұрса. 93-94. Қанша? 93-94. 93-94. Сатыла ма? Өте жуан қошқар болады. Жоқ, бұл сатыла ма? Жоқ, бұның бағасы сатылмайды. Ел төлдерін көрем дейсіз ғой. Аха. Енді фасендадан көреміз баға? Алла қаласа мына қошқар көрдік пе? Бұл қай қошқар аға? Бұл Тимуровский. Тимурский ма? Тимурдың қорасынан шыққан. Аха. Тимурдың қорасынан шыққанда былтыр Қарабалтада 4 кісінің арасынан бірінші орын алған. Тимурдың қорасынан шыққан қошқар. Соның прямой баласы. Бұл да 1,5 жасар. Қазір ғана буквально бір 10-15 күн бұрын қойда жүрген. Қойларды қашырды дос балам тұрап. Соның қойына өте жуан болады әкесі. Қазанбас страшный. Бұл енді поздно спелка болады. Бұл енді кішкене дұрыстағаннан кейін етін дұрыстап неғаннан кейін көтеріледі. Содан кейін көрсетеміз. Бойы? Бойы 93-94 ғой, е? Өте перспективный қошқар болады, Алла қаласа. Сатыла ма? Сатылады. Бағасы? 3 миллион деп тұрмын. 3 миллион? 3 миллион дейді, саудасы бар дейді. Ол жері, алып жер. Біріншіден айта берсеңіз. Мынау ненің өзіміздегі Арнаттағы кім еді? Бугай. Бугайдың төлі. Сатып алғаныңыз ба? Иә, сатып алғам. Биыл 1 миллионға алдым осыны. 1 миллионға? Аха, 15 күннің кезінде. Кішкене Кішкене ауыртып алдық. Бірақ енді қазір дұрысталып келатыр, Алла қаласа. Өзімізге бұл қошқарлыққа биылдан бастап дайындап жатқандарымыз. Анау сыртқысы 80-дің линиясы. 80. Бүгін Қырғызстаннан шықты ол. Бағалап келгеніміз ба? 5 айлық, бойы өте ұзын, өте перспективный дәу қошқар болады. Көрдіңіз бе, мына екі қозының жарысын алып тұр екеуінен де. Мынау қозы Фердинанд Резваннан шыққан, Қырғызстаннан. Ұрғашы ма? Еркек қозы. Бұны да селекцияға алдым. Қанша болды бағасы? $4,800 болды. $4,800 алдыңыз, е? Керемет екен. $4,800. Мынау енді ұрғашы қозылар. Үшеуі ма? Екеуі. ма? Екеуі ұрғашы, біреуі еркек қозы. Кімді? Арғысы Бормановский. Мынау екеуі бульдозердікі. Біреуі еркек, біреуі ұрғашы қозы. Бұл екеуі де бағасы кесіз сатылады. Бұл қайдан шықты бұлар? Бұл Хамид. Сатып алдыңыз ба? Чудан Хамид жоқ, Хамидтан подарок болып келді. Подарок болып келген ба? Бағасы шықса сатасыз ғой? Бағасы шықса сатылады. Қанша? Бір еркек, бір ұрғашы. Екеуіне где-то бір 500 мың болса, екеуіне беремін. Екеуін 500 мыңға бересіз, е? Ана Бормановский ұрғашы қозы, ол да примерно сол мыңға болады. 270. Бір ұрғашы, бір еркек. Және мынау бар. Байқадыңыздар ма қандай? Кішкене өзім тоқтып ауыртып алдым. Ничего, Аллахтың қалауымен. Бұл сонда қанша ай болып тұр қазір? Бұл 4 айға келді уже. 4 айға? 4 ай болды. 80-ді көрдім ба? Қандай бойы ұзын. Денесін ұзындау. Тоже керемет
Ал енді мынау енді. Мынамен, бугаймен бірден ақ қойып қатты. Насты ұстап атқанымыз. Ендігі жылға императордың қозыларына, ұрғашыларына, алақыласа ұстап қоямыз. Фердинандтікі. Жүр енді Абылай фазендаға. Фазендадан көрсетейін қалғанысы. Аха, хорошо. Міне достар, Ербол ағаның саулық қойлары және қозылары, тұсақтары. Абылайның уақыттарында қысырға бар, көк тұрған тұсақтар ғой бәрі. Былтырғы қозылар, ұрғаш, биыл тұсақ. Кейбірлер тіс жарған, кейбірлер жармаған, бәрі императордың қыздары. Міне көк сырғалар жүр. Міне тұр гарбаноз. Аха. Ар жақта тұр. Мына жерде бір мощный тұр. Мынау каштан. Шешесі каштан. Шешесі үстіне ма? Сауықтары жақсы екен. Бағана сол қараның сынары. Қараның ба? Биыл қоз ма мынау? Биыл қозылар мыналардың бәрі. Ұрғаш, е? Иә. Жақсы екен. Бұл жерде қозылардың бәрі ұрғаш. Міне ұрғашы қозы тұр. Міне қараның алдында. Жақсы екен, е? Алар тұсақтарының бағында көк сырғамен жүргендер. Қанша жасар? Жоны сауық қанша жасар? Бұл сауық екінші, үшінші туа. Үшінші туа ма? Жақсы екен сүйек бағасы. Биыл ұрғаш қанша қоз алдыңыз? Что-то санамадық. Шамамен. Где-то бір 60 бастай көрді. 60 бастай. Сатыла ма? Сатылады. Қанша бас сатылады? Где-то бір 20 бас. На выбор ма или? На выборда болады бағасы кейде. Бағасы кесе, е? 20 бас сатқан дейсіз ғой, е? Выбраковка где-то бір 15-20 бас қой сатылады. Қаншадан бағасы? 100-120 үсті. Сауық қойлар, е? Сауық қойлар. Қанша туған? Кәрі қой жоқ. Енді қанша? 3-4 туған. 3-4 туғандар ма? Ана тоже қара қозы императордан түскен. Ұрғаш. Мынау шешесі. Олардың ішінде мынандай бар. Алар ма? 100-120 ішінде. Анау ойнап. Анау. Мынандай. Бұлардың ішінде де Фердинандтан қашып кеткендер. Ұсақ па? Қоз ма? Ұсақ. Мынау қозы кірген. Мынандай қызыл. Одан ақтары бар. Деуде өрі. Кейбірлер қашып кетуі де мүмкін, тоқтап кетуі де мүмкін. Көктемде Фердинандтың баласы жүрді. Осы ма? Ана шарқыз. Ол да самұрықтың қызы. Ол да самұрықтың қызы ма? Жақсы береді самұрғы, е? Бағасы. Мынау да самұрық. Тұр ғой өзіне. Мынау да биылғы төл, е? Иә, биылғы. Шешесіне еміп тұр. Жақсы екен. Арқысы тоже самұрық па? Светлылар сразу көрінеді. Жоқ, мына қозы, ұрғаш. Бұл самұрық қой деймін, по-моему. Самұрық, наверное. Император светлый сразу көрінеді. Светлый дейсіз ба? Анау да самұрық. Император ма? Негізі самұрықты жіберген болатын.
аяқ жағында императорды өзінің 20 қойы бар, соған жіберген император. Міне императордан қызы. Самырық. Қара қозы император. Қара қозы. Император. Өзі білінеді сұрар қолын. Мойында қалшық жинағындай. Цвет, таза. Жылдан жылға шаруашылық дамып келе жатырсыз ғой аға. Алла қаласа, иә. Тағы да 1-2 жыл. Тағы 1-2 жыл ма? Еңбектесек, конкретно дұрыс сауат алады. Аха. Кешер. Мынандай тазағанды ешкі бар ал былай. Қайсы беріксіз ба? Молочный. Екеуі де, мына ортасында шешесі, анау 2 қызы биылғы. Биылғы 2 қыз. Молочный ғой, анандай. Үшеуі бірге сатыламыз онда? Үшеуі бірге, иә, шешесімен бірге. Қаншадан? Келсеңіз бағасы. Көктемде толған қол не қылар ғой? Уақыттары ма? Аха. Мына сүттің көрінді. 3 литр сондайдан көп береді ғой. Саумадық, сауатын адам болмады. Сатылады дейсіз ғой. Аха. Лақтарын өздері қазір уже сауып жерсең емшектерінде сүт бар сияқты. Кейбіреулері прям желілер болып тұр ғой.